Жанандар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысымын. Бүгін мен сіздерге тренажер залындағы жұмыстарды ұйымдастыру пәні бойынша пауэрлифтинг атты тақырыбында бейне сабақты назарларыңызға ұсынамын. Пауэрлифтинг ағылшынша пауэрлифтинг, power күш, қуат, лифтинг көтеру деген мағына береді. Немесе күштік ішсайыс, күштік спорт түрі болып табылады. Пауэрлифтинг күшті ішсайыс деп аталады. Бұл жарыс пән ретінде оған үш жаттығу, арқада штангамен отыру, дәлірек жауырынның жоғарғы бөлігінде көлденең орындықта жатқан штанганы қысу және штанганы тарту кіреді. Бодибилдингте бұл үш жаттығу базалық немесе жай ғана база деп аталады. Өйткені оларды орындау кезінде жұмысқа бірден бірнеше буындар және белгілі бір дәрежеде барлық бұлшықет қосылады. Бұл жаттығулар жалпы бұлшықет массасын жинау және күш дамыту үшін бастауыш спортшыларға ұсынылады. Пауэрлифтингте бодибилдингке қараған кезде дене сылбырлығы емес, күш көрсеткіштерін талап етеді және маңызды болып келеді. Бірақ көптеген белгілі бодибилдер пауэрлифтингтен бастаған немесе екі спорт түрімен бір уақытта айналысқан. Мысалы айта кетсек, Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулман, Франко Коломбо. Төрешілер сөз сөйлеген кезде бір салмақ категориясындағы спортшылардың көрсеткіштері салыстырылады. Бағалау барлық үш жаттығудың ең жоғарғы жиынтық салмақ бойынша жүргізіледі. Бірдей көрсеткіштер жинаған спортшылар жеңіс салмағы аз спортшыға беріледі. Әртүрлі салмақтағы спортшылардың салыстыру кезіндегі қауымдастығы ол пауэрлифтинг ұлттық қауымдастығы қолданылуы мүмкін. Пауэрлифтинг ауыр атлетшілер негізгі қимылдарына. Пауэрлифтинг жалпы үш жаттығудан тұрады. Ол бірінші жаттығу штанганы артқа салып отырып тұру. Әрбір жаттығу дұрыс орындау техникасы және орындау сауатты қолда талап етеді. Штангамен бірге отырып тұру ол пауэрлифтинг бойынша жарыстарға орындалатын бірінші элемент болып табылады. Штанганы отырып тұрған кезде орындау техникасы мынадай. Спортшы бағандардан штанганы ыңғайлы ұстап алып, оны трапецияның жоғары бөлігіне арқаға орналастырады. Атлет тіректен кейін келесі позицияны алады. Тік арқамен тұрып, аяғын иығына сәл кеңейтіп қойып, отырып келесі сәттерге назар аудару керек. Бірінші, төменгі нүктесінде жамбас буыны тізден төмен болуы тиіс. Ауырлық орталығына аяқтарға келуі тиіс. Көтеру тікелей арқамен жүзеге асырылуға тиіс. Элемент аяқталғаннан кейін спортшы штанганы тірекке керіп қайтаруға тиіс. Ал енді мен сіздерге бірінші жаттығуды практика жүзінде көрсетейін. Пауэрлифтингтің екінші жаттығу жатқан қалыпта штанганы кеудеден жоғары көтеру болып табылады. Жаттығу барысында жамбас көтеріңкі болуы тиіс. Және көтерген кезде штанганы қолдар түзу болу керек. Аяқ пен жамбас барынша жақын болуға тиіс. Грифті төрешінің командасы бойынша тірекке қайтару керек болады. Элементтер орындау барысында аяқтың орналасуына өзгертуге және еденнен өшені үзуге болмайды. Екінші жаттығуды енді мен сіздерге практика жүзінде көрсетейін. Пауэрлифтингтегі үшінші жаттығу ол становая тяга деп аталады. Становая тяга пауэрлифтингте бойынша жарыстардың соңғы элементі. Становая тяга орындау техникасы мынадай. Спортшы бастапқы позицияны алады. Аяқты иық еніне немесе сәл кеңге орналастыра отырып, тік арқамен тұрады. Тік арқамен еңкейіп, атлет ыңғайлы штанганы алады.
Штанганы көтеруде арқаның тік қалуын, қолдарда тік болуын, көтерілуі және аяқта түзету есебіне жүзеге асырылуына қадағалау керек. Пауэрлифтингдегі 3-ші жаттығуды практика жүзінде көрсетейік. Құрметті студенттер, көрсетілген бейне сабақта пауэрлифтинг спорт түрі бойынша негізгі ақпаратты бердім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.